Кайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің сынып сағатымыздың тақырыбы қашықтан оқыту кезінде салауатты өмір салтын сақтау. Мақсат қашықтан оқу барысында салауатты өмір салтын ұстану. Қашықтан оқыту кезінде баланың оқу режимі, яғни демалысы, ұйқыдан тұру, гигиеналық процедуралар, таңғы ас, қысқа демалыс, 15 минуттық әр сабақ сайын, кесте бойынша сабақтар, түскі ас, тағы да қысқа демалыс болу керек, шығармашылық қызмет түрлерімен айланысу, танымдық түрде кітаптар оқу, үйде немесе ата-анасына көмектесу. Келесі оқу тапсырмаларын орындау, кешкі ас және ұйқы. Міне бұл біздің күнделікті орындап жүрген іс-әрекеттеріміз. Қашықтан оқыту кезде оқу күнін ұйымдастыру бойынша ұсыныстарды қайтадан бір есімізге түсірейік. Синхронды және асинхронды форматты сабақтарды ескере отырып, сабақ кестесін сақтау және оқу күнін жоспарлау. Оқу материалын оқу, игеру, белгіленген кестеге сәйкес пәндер бойынша оқу тапсырмаларын орындау. Жауаптарды интернет платформаларының, электрондық журналдардың мүмкіндіктері арқылы тіркеу немесе электрондық пошта арқылы жіберу. Тапсырмаларды орындау мұғалімнің түсініктемелерін оқып, ұсыныстарын орындау. Сынып жетекшімен үнемі байланыста болу. Мұғалімдермен қолжетімді режимде жұмыс жасау, қажет болған жағдайда мұғалімге туындаған сұрақтарды жіберу. Компьютерлік жабдықтың үздіксіз жұмыс істеу ұзақтығына қатысты санитарлық нормаларды сақтау. Қашықтан оқыту кезінде синхронды және асинхронды да болуы мүмкін. Нені ескеру қажет? Сабақтың басталу уақыты, сабақтың кестесі оқушының жұмысы орнына, яғни көрінетін жақын жерде болуы керек. Сабақтар қатаң түрде уақытында өткізілу керек кесте бойынша. Компьютер, телефон толығымен зарядталған болуы керек. Яғни кешке жақын ұйықтар алдында барлығын дайындап қойған дұрыс. Денсаулық ең басты байлығымыз. Яғни спортпен, көңілді жүру, дұрыс ұйықтау, таза ауада жүру, демалу, тазалық, шынығу және ең бастысы дұрыс тамақтану екен. Енді келесі ұлы ойшыл Сократқа кезінде мынандай бір сұрақ қойылыпты, балалар. Адамға өмірде не қымбатырақ, байлық па әлде атақ па депті. Сонда Сократ, байлық та, атақ та, даңқ та адамды шын бақытты ете алмайды-ау. Ауру патшадан дені сау кедей батылырақ келеді деп жауап беріпті. Яғни адам бақытты болу үшін оған денсаулық керек. Ал денсаулықтың кепілі сауаттылық. Сондықтан зиянды әрекеттерден аулақ болып, салауатты өмір салтын сақтайық. Өзімізге өзіміз жауапты ретінде өз әрекетімізді қайтеміз, дамыта отырып, жеке тұлға ретінде қалыптасайық.